достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бізде бүгін өте ерекше видео, оны келесіде көресіздер. Назымен бірге тіркелушілері Айсұлу, барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыздар? Менің атым Айша, мен бізде бар каналымын, және де бүгін мен Айсұлуды батылға шақырып жатырмын. Бұл батыл өте қызықты өтеді, және де менің бұл бірінші өзім шақырып жатқан батыл. Маған прям қатты қызықты болып тұр. Айсұлу менің бүгінгі салған заттарымды таба алады ма, таба алмайды ма? Мен уже сіздерге қараңыздар, бәрін дайындап салып қойдым. Қазір көреміз, сіздер таба аласыздар ма, таба алмайсыздар ма? Сіздердің ең басты мақсаттарыңыз ол осы мына жерде салынған 10 тәттілерді тауып, осылардың бәрін тауып, соны сатып алу керек. Және де кім жеңеді, сол жеңеді. Яғни егер сіздер көп заттарды тапсаңыздар, және де аз заттарды таба алмасаңыздар, онда сіздер жеңесіздер. Ал егер сіздер көп заттарды таба алмасаңыздар, онда мен жеңемін. Сондықтан да видео өте қызықты болайын деп тұр. Мен бірінші көрсетейін сіздерге қандай заттарды мен уже салдым. Міне біріншісі мынандай зат, екіншісі мынандай зат. Екінші затты жеу керек. Мыналардың барлығын жемесеңіздер де, ең бастысы мынау екінші затты жеу керек. Үшінші зат мынандай. Төртінші зат уже мынандай. Так, бесінші зат мынандай. Алтыншы зат ең қиыны. Жетінші зат мынандай. Так, сегізінші зат мынандай. Тоғызыншы зат осындай міне. Және де 10-шы зат мынандай. Өте қызықты болайын деп тұр. Менің прям қатты сенімді болып тұрмын. Именно мына алтыншысын сіздер прям точно таба алмайсыздар. Ал егер тапсаңыздар, онда сіздер бір генийларсыздар деп ойлаймын. Себебі мынаны егер осы затты шығарған адамның өзіне көрсетсем, оның өзі таба алмайын деп тұр. Сондықтан да өте қиын. Ал егер тапсаңыздар, сіздер молодецсіздер. Өте қызықты. Сіздер де достар, мені де Айсұлуды да қолдаңыздар. Бұл жерде егер енді каждый өзінің подписчиктері қолдайды ғой енді бір-бірін. Сондықтан да менің тіркелушілерім мына жерде отырса, Айша топ деп комментарияға жазып кетіңіздер. Бірақ, достар, Айсұлуды да ұмытпаңыздар. Себебі Айсұлу енді бастап дамып келе жатқан қазақ ютубері. Сондықтан да бәріміз бір-бірімізді қолдау арқылы жетістіктерге жете берейік. Олай болса, Айсұлу, саған сәттілік. Ал есе күте тұрайын. Кеттік. Мә, достар, Айшаның берілген тапсырмасы қиын ғой. Мынаны қарасаңыздаршы. Мыналардың бәрі магазиндар. Айша өңшең қиын заттар салған сияқты. Все-таки бізде бар арнасымен шығыватыр. Жеңуге тырысамын, жеңсем қуанатын едім. Біз Магнумға келе жатырмыз. Заттарды барынша табуға тырысамыз. Киімімді шешіп алайын, сосын барлық затты тауып тастайын. Достар, біз Магнумға кеттік. Мен ана жерде Айша берген тапсырманың бір кішеуін таптым. Примерно. Ал достар, мен Магнумға келдім. Ендеше заттарды бірге таңдайық, ендеше кеттік. Мен ана жерде тауып тұрған заттым бургер бірінші. Бургер, пиццалар үшінші этажда. Біз келдік. Қазір мен любимый бургерімді алатын боламын. Қай жерден заказ берсем болады? Мен өзіме чизбургер заказ берем. Тағы да біріне тауып алдым. 10-шы тұрған пепси. Осыларды заказ беретін боламын. Айша, саған рахмет. Сен арқаңда бургер жейтін болдың ғой. 9-шы бізде вата деп ойлаймын мен. Басында біз мороженое деп ойладық. Иә. Бірақ ватаға ұқсайтын сияқты. Иә. Давай кеттік вата. Давай. Үшінші попкорн. Қазір мына жерде попкорн аламыз. И потом вата аламыз. Адам деген толық ужас. Мына жерде попкорн алдық и вата алдық. Бізде еще тағы қанша вата бізде қандай шелекте анандай жоқ, анандай вата. Аңғараңыздаршы, мына жерде ше 8-де тоже вафлиға ұқсайды да мороженое. Мына жерде 6 тоже ұқсайды. 6 вафли. 8-де мына жерде қараңыздар. Стаканда вафли и тарелкада тоже вафли. Давайте 6-ға вафли аламыз, е? 6. Мен
6 деп ойлап тұрмын. Қазір біз мороженое қандайын аламыз, қандай таңдаймыз? Мен сливочный мен клубничный алам. Манго. Манго? Сосын? Манго мен қандай? Сливочный? Клубничный? Енді бізде мороженойымыз дайындалып жатыр. Бұл жерде вата и попкорнымызды алдық. Еще бізде тағы қанша зат қалды, Айсұлу? Қанша зат қалды? Иісі күшті шығып жатыр ғой. Ар жақта ішіне қосатындарын дайындап жатыр. Мына бізде вафлимізді дайындап жатыр. Ыстық иісі күшті болып шығып жатыр. И бізге контейнерге салып беріп жатыр. Екінші мороженойымыз дайын болды. Иә. Мына апай күшті апай екен. Сіз әдемі өлтіріп тұр күшті. Рахмет. Мына мороженойымызды алды. Ой, рахмет. Сін алдық, бірді алдық. Екіні алдық. Екіні алған жоқпыз ғой. Екі қайсы? Ойбай, үшті алдық. Үшті алдық. 10-ды алдық. Так, 6-ны алдық. Бізде 7, 9. 9 алдық қой. 9 алдық. 2, 7, 8 қалды, я? Бізде 3 зат қалды. 5 бар екен, еще 4 бар екен ғой бізде, я? Иә. Қазір біз 5-ші затты аламыз. Менің ойымша ол чупа-чупс. Чупа-чупстар қай жерде тұрады? Қайратта тұрады чупа-чупстар. Әне заттарды аламыз дегенше ше жынды болып кеттік қой біз. Шатасып миымыз ашып. Мына картошкалардың арасында жүрміз. Үйде балдар көп, сондықтан біз көп алып отырық. Чупа-чупс бізше мынанша 6-шы мына Милкада. Милка алдық. И 2 бізде, значит, ол вафли мороженое. Дұрыс па? Өйткені жеу деп жас болғанда, потому что үйге барам дегенше ол еріп кетеді деп ойлады ғой, я? Сосын жеу деп жазып, по-моему. Қазір 7, 8, 4 қалды. 4 Айсұлу чипсы деп ойлап отыр. Ойымша 4 чипсы, ал 7 андай радужный жарысып жейтін мармеладқа ұқсайды. Оның қаяқтың табамыз бар ма ол? Көрінбей бар ма? Жоқ па? Байқамадың ба? 4-ші зат чипсы аламыз.
чипсы деп ойлап жатырмыз енді. Чипске бара жатырмыз. Төртінші зат мына картошкаға ұқсайды мына жер. И мына бұралып қалған чипсы, по-моему, осы ау деймін иә. Осы ма? Қалай ойлайсың? Көреміз енді, біз осы деп ойлап жатырмық. Так, осыны аламыз. Енді қазір екі зат қалды. Осы екеуін іздейміз. Радужный мармеладтың ұзыны жоқ, мынандай кішкентайын алдық. Де соңғысы кофе. Кофе істеп тұр ма? Істемей ма аппарат? Бізде кофе аппарат істемей тұр екен, сол үшін андай пакетиктегі кофені аламыз. Біз латте мен капучино алдық. Осы екеуін. Заттарымызды алып шықтық. Мә, зорға жинап біттік қой. Бәрін алдық па? Түгел алдық па? Просто бізде жаңа кофе ғана болмады, иә? Кофе болмады, сол үшін біз пачкадағы кофені алдық. Білмеймін, ол есептеле ма, есептелмей ма? Біз 3 пакет болып шықтық қой. Пакет болып. Вроде суретте аз, кішкентай еді, заттар да, бірақ қолымыз пакет. Достар, біз заттарымызды жайғастырып болдық. Заттарымызды дұрыс алып па, Айшаны көрейік, давайте. Достар, Айсұлу уже заттарын алып келіпті. Енді мен сіздерге айтайын бұлар не болғанын. Көрейік, Айсұлу бәрін дұрыс тапты ма, әлде мен жеңдім все-таки. Бірінші зат ол бізде бургер болды. Негізі менің ойымша Айсұлу тапты, себебі кішкене ұқсатып салғанмын. Бірақ менің ең главный мақсатым ол ұқсатпай салу болған. Бірақ мен енді тұнып тұрған суретші болғандықтан де отырайтын. Сіздерге подсказка болсын деп кішкене ұқсатып салдым. Бірақ енді кейбіреулерін енді деп салған бар енді. Мен біріншісі бургер, екіншісі лимон, оны жедіңіздер деген үміттемін. Үшіншісі ол бізде попкорн болды. Ал енді төртіншісі ол, давайте тауып көріңіздер, 1, 2, 3, 4, 5, ол чипсы. Білмеймін енді, таптыңыздар ма, таппадыңыздар ма, мынау енді әйтеуір чипсы болды. Келесі бесіншісі ол ең оңайы, ол яғни чупа-чупс болды. Енді алтыншысы ол өзіме де жаңа айтқандай қиындау болды. Бірақ алтыншысы ол бізде Орео. Я, достар, алтыншысы мне мынау Орео. Енді жетіншісі ол осындай ұзын радужный мармеладтар. Білмеймін, таптыңыздар ма, таппадыңыздар ма, әйтеуір осындай ұзын радужный мармеладтар. Енді сегізіншісі ол стаканчик мороженый. Сливочный лазер, короче, стаканчик всего мороженого. Да, не слово, как всегда, что мороженый, а оно стаканчика. Мен, достар, еще специально прям мындай нелерін салмадым, әйтпесе білім қалатын еді ғой. Келесі тоғызыншысы ол бізде сладкая вата, яғни вата, тәтті вата. Ал енді оныншысы ол бізде сусын, яғни сок. Кез келген, әйтеуір мынандай баночкадағы сок. Маған өзіме қатты қызық болып тұр. Сен, Айсұлу, нешесін таптың, нешесін таба алмадың. Ал енді сенің нәтижелеріңді бірге тамашалайық. Мен сізге айттым ғой, лимон деп. Мен қақтан жеймін, мына жерде жеу деп жазып қойыпты да. Лимон ана жерде магазинде қайтып жейміз біз. Сөйтіп жейтін зат болғаннан кейін мен ойладым, мороженое может үйге келем дегенше еріп кетеді, сол үшін сол жерде жеу керек деп ойладым. Мен тоғызыншысы сахарный ватаны мороженое деп ойладым. Бірінші зат, оны біз екеуміз де таптық, оны бірінші
сразу бургер деп айттық. Мына екіншісін маған Айсұлу қоймай қойған. Лимон деп, мен оған мороженое деп, еще мен мороженое апарып, не қылған? Попкорнды Айсұлу тапты. Чипсы тоже Айсұлу тапса, мына жерде почти бәрін Айсұлу тапты. 8-шісі кофе деп ойладым. Сөйтіп барып алып, аппарат істемей тұр. Сосын мынау 7-шісі радужный мармелад, оны таптым. 6-шісі мен Милка деп ойладым, сөйтсем Орео екен. 6-шы вообще менің ойыма ешнәрсе келген жоқ. Біресе оны мороженое таға бердім мен. Еще тағы не ойладық 6-шыға? Бір басқа бір нәрсе ойладық қой тағы да, иә? Тарелкада мороженое. Тарелкада мороженое деп ойладық. 5-шісін оғасқа. Оғасқа ше? 5-шісіні чупа-чупс. Чупа-чупс деген сразу Айсұлу тапты. 9-шісін мен мороженое деп ойладым. 10-шісін пепси деп. Өйткені пепси деп ойлағанымыз, бізге мына жерде бірінші бургерді салған, сөйтіп соң қасына пепси келіп қалмасын деп бір суды, пепсиді не қанша деп ойладық та, сонымен пепси алғанбыз біз. Бургер жеп, артынан пепси ішсін деп сағанша деп ойлағанбыз ғой. Мен пепсиді қалай таптым, андай трубочка аталатыннан таптым. Радужный мармеладтың бірақ таптық та, бірақ ол бізде кішкентай болды. Иә, магазинде жоқ болды, сондықтан біз кішкентайын алдық. Біз ойлаймыз, ол саналады деп. Одан кейін бізде біреу ма, и потом чипсы, попкорн, чупа-чупс, бургер, тағы не? Пепси ма? Вата и Пепси санала ма? Пепси білмеймін. Саналса да, саналмаса да бәрі біз жеңдік қой. Ура! Біз жеңді! Бізде бәрі барды жеңеміз деп ойлаған жоқпыз. Айша, саған үлкен рахмет. Бізде бәрі бардың подписчиктері. Бізді де қолдай кетіңіздер. Айшаға үлкен рахмет. Подписчиктеріне бізді қолдасын деп жатқанына. Енді келесіде кіммен батыл түсірейік, комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Сау болыңыздар.